Я не знаю, мы его обнимали, целовали, когда приехали. Это очень страшно. Бәріміз қашып кеттік. Болған жоқпыз. Қашып кеттік. Қорқып. Түтін. Ни баспанасы жоқ, ни документі жоқ. Қазір кешкі сағат 10, мен Аманқарағай ауылындамын. Өрттен ең қатты зардап шеккен жер осы. Менің артында сіздер көріп тұрсыздар ма білмеймін, толықтай өртеніп кеткен үй және 30 метр жерде автогаз. Міне қауіптілік деңгейі осы. Мен бұл жерге қалай жеттім? Жол бойында егістікті көрдім. Егістікте комбайндар жұмыс істеп жатыр. Одан кейін ол жерде елік пе, киік пе ажырата алмадым, аңдар жүр. Сондықтан құрметті жолаушылар, абай болыңыздар. Өрттен қашқан жануарлар сіздердің алдарыңыздан атып шығуы мүмкін. Сондықтан сәл ақырын жүресіздер ғой. Одан кейін жол бойында сынып қалған адамды кезіктірдім. Өткенде мен де жолда қалып қойғам. Ясын, тұр қалдым біраз. Оны осы жерге әкеліп тастадым. Жетем деген шеден түн батып кетті. Қазір ояу жүрген жандардан сұхбат алам. Қорыққан жоқсыз ба? Жоқ, қорықтық, енді ойлаған жоқпыз оны. Сонда сіздер өздеріңіз сөндіре бастадыңыздар, иә? Өзіміз. Қалай сонда аяқ астынан пайда болып кетті ме өрт? Иә, міне бәрін сөндірдік қой, міне. Шкаф жанды, не. Міне огнетушитель использовали біреуін. Ал өрт сөндірушілер қашан келді? Ну, біз мұнан бәрін тиедік ішінде, телевизор бәрінен нелер дайындалдық. Прицепті тіркеп алдым машинаға. Сосын мына жақтан келді, біз тушиттадық, бізді сосын қуып шықты. Былайрақ өрттен. Бұл бейнені сөзбен сипаттаудың қажеті жоқ. Көріністің өз дауысы бар. Өрт сөндірушілердің ең үлкен ерлігі осы бір мұнай базасын аман сақтап қалуы. Әйтпесе тұтас ауданнан айырылып қалар едік дейді тұрғындар. Кеше мен сөйлеспек болған кейіпкердің үйі әлі құлыптаулы. Сондықтан күлге айналған үйін айналшықтап жүрген тұрғындармен сөйлестім. Ну а тут оказалось уже дым почти заволокло все. Мы не понимали, что происходит. Где огонь, что, ну, страшно было вот здесь, вот все нависло, облако такое непонятное. Но день был как обычный, мы делали свои дела, мы даже, ну вообще не понимали, что это такое. И полицейские сказали: быстрее, быстрее, уходите. У нас там погиб дедушка, да. Это родственник наш. Ну как, это мужа тети муж. Ой, господи. Ну да, мужа тети. Она у нас умерла уже вот полгода назад. Мы ее похоронили. Он остался. Мы хотели туда. Они говорят, туда нельзя. Вы уходите. Адрес мы сказали. Мы говорим, там дедушка, надо его вывести. Они сразу поехали. А потом, когда мы уже были в ауле Коле, в школе сидели, нам сказали, что он отказался, позвонили. Он отказался, дед? Позвонили, сказали, он отказался и не поехал. И сестра мужа, Лариса, она тоже звонила ему: ой, тут у меня крыша вот горит на бане. Ну, у меня все нормально, я буду дома сидеть. Она говорит: почему вы не уехали? И все, вот потом она поговорила, вот так и связь прервалась. Оказывается, но он отказался, нам сказали. Ну, мы не ожидали, что наш дом выживет. И когда уже возвращались утром после пожара, муж приехал первый, а я была у мамы. Ну, туда увезли на пристанционную меня. И он мне звонит и говорит: наш дом живой. Вот так вот было. Ну, я весь пожар чудо, да? Не видела. Это чудо. Это просто чудо. Я не знаю, мы его обнимали, целовали, когда приехали. Это очень страшно.
Қарасаңыздар, міне жанындағы үйлердің барлығы өртеніп кеткен, міне. Барлығы дерлік. Бірақ осы үй аман қалған. Ал енді соған керісінше жағдай. Міне мына айналадағы үйлердің дені сау, бірақ ендігі кейіпкеріміздің үйі өртеніп кеткен. Өрт басталғанға дейін үйде болдыңыз, түтінді көрдіңіз, мына жақ түтін шығып жатты. Мен отырдым үйде, шықпай. Ана кісі келіп алып кетті. Неге шықпай үйде отырдыңыз? Мына жай шығып, қарап бұрым. Мен шай ішіп жатырмын, тамақ ішіп жатырмын еще. Өзіңіз жалғыз тұрасыз ба? Иә, тұрамын. Тамақ ішіп жаттыңыз, сосын? Сосын шықтым далаға. Ана кісі айтады, дәші кеттік. Қашақ деп. Кетіп қалдым сосын. Бәріміз қашып кеттік. Бола жоқпыз. Қашып кеттік. Қорқып. Түтін. Енді бұл бала вообще как будто в воздухе. Бала деп осы кісі туралы айтып жатыр. Бұл баланың енді не баспанасы жоқ, не документі жоқ. Енді қазір көптеп көлемдеп бір үй қарастырып жатырмыз енді алатын. Потому что ана салып жатқан үй бұл балаға тимейді. Потому что құжаттар дұрыс емес. Құжаттары ана хозяинда. Анау бір үй берем деген соған көремін сол үйді. Несиеңіз бар ма еді, несие? Несие жоқ. Жоқ, Пенсиядамын. Пенсияда кредит жоқ. Кредит жоқ. Сол проблема болып жатыр. Енді қазір школдан звондап жатыр, анау туыстарыңыз бар ғой, бірдеме келіп алыңдар, киім бәрі жанып кетті ғой. Киім жоқ, нәрсе түкте жоқ. Сол еще өзіміз келіп қайта түнімен сөндіріп, мынау біздің үйлерге кетпесін, не деп әлгі огонь. Сол түні сағат 5-ке дейін жүрдік. Бұл бала өзі кеміс бала, бұны шақырған жоқпыз. Қорқады, жылайды, бірақ келіп жылап жатыр бейшара. Үйім әдемет деп. Енді жетім бала ғой. Руласпыз, и бір ауылда тұрғанбыз. Баяғыда бала кезімізде мынау Октябрьский район Братский деген совхозда тұрғанбыз. Вот. Сол өзіміз көрші тұрғанбыз. Сосын осы баланы осы жаққа көшіріп, ол Братский қазір жоқ, вообще жоқ. Осы Аманқараған ау шеттек тұрған. Соны менің жолдасым аяп жетімдеп осы жанымызға көшіріп әкеліп, сөйтіп қамқоршы болып сөйтіп едік. Енді мінекей. Көрдіңіз ғой өзі кішкене кемістеу. Жаным-ау, бізді вообще милиция келіп үйден қуды. Кетіңдер, быстрее документы берите, быстрее уезжайте деп үйге милиция жүрді. Біз машина міндікті құр документті алдық та осылай кеттік. Семизорға бардық. Ол Семизордан отырғанда бізге хабар келді. Мына жерде біздің үй жанып жатыр деп. Ойбай, біз енді паникадамыз. Сосын бір кездегі айтты, жоқ, сендердің үйлерің жанған жоқ, жандағы үй жанып жатыр деп. Сосын жерде үнім тұрады. Соның балалар звондады менің жолдасыма. Жезде келіңіз. Бір үй, 60-ың үйі жанып жатыр. Қазір біздің үйге келеді. Давайте сөндірек өзіміз жиналып деп. Сол кешке келіп, таңертең 5-ке дейін жүрді. Өзіміз сөндірдік. Сосын пожарка келді, Петропавловскдің пожаркасын шақыртып, әке-көке деп айтыру. Олар келді, олардың суы бітіп қалды, қайтадан кетті. Сосын бір жерден трактор алып келді балалар. Мынаны бүйтіп выгребать ету. Айтыру таңертең сағат 7 кезінде сөндірдік енді осы үйді. Сөйтіп. Енді білмеймін, именно осы баланың үйіне келген. Ана жақ жанған. Таңғалып тұрмын. Иә, соны бәрі де таңғалады. Ана жақ жанған, ана жақтан бір үй. И, видимо, ұшып бірдеме келді ме? Иә, соны айтады. Балама ұшып, потому что жел болды. Ана ұшқынын біз былай жүгіріп, былай лопатамен бүйтіп сөндіріп жүрдік осы жердің бәрін. Чтоб мына бал үйге кетпесін деп. Достар, біздің кейіпкеріміз Алпысбайдың ақыл ойында сәл кемістік бар. Ол кісі теледидар қарап отырған, сол кезде өрт басталған, енді салдарын көріп отырсыздар. Сол кісінің үйі ғана өртеніп кеткен. Енді менде мынадай ұсыныс бар. Қазір осы жерге карта нөмірін қалдырам. Сол жерге қолдарыңыздан келгенше көмектеріңізді жіберіңіздер. Және біздің көрермендердің атынан сол кісіге теледидар алып берсек деген ойым бар. Ол кісі теледидар қарағанды қатты жақсы көреді екен. Рахмет. Мемлекет тарапынан бұл жандарға арнап үй салынғалы жатыр. Бірақ тұрғындардың дені оған наразы. Мен ауылдық округінің әкімдігіндемін. Менің артымда міне тұрғындар, бұл кісілердің барлығының үйлері өртеніп кеткен ғой.
бірақ олар жаңа құрылыс нысанның орнымен дәлірек айтсам келіспейді, өйткені ол жер балшық және өте ыңғайсыз екен. У нас никто ничего не спрашивал, где мы хотим жить. Никто не спросил. Да мы всю жизнь прожили в Аман-Карагае. А нас вот туда насильно практически сейчас вот заселят и все. И сразу предупреждают, что выплат за дома никакой не будет. Там говорят, жилье. Что болото, там болото, наши дети потом будут болеть. Грибок там будет. Что потом будем делать? Дети постоянно будут болеть, и школа далеко. Как мы будем детей возить? Без выбора. Айғай-шу, бірі келіспеді, бірі келісті. Сол салып атқан жерден бір қанша бір 200 метр жерде үйлер тұрды. Сонда адамдар тұрып атқан жоқ. Демек сіздердің көңілдеріңізден шығады, ол жерде? Кімнің не дегеніне қарамастан Әулиекөл маңында құрылыс басталып кетті. Бірнеше техника мен жұмысшы топтың әкімшілігі жасақталған. Дегенмен тағы бір мәселені аңғардым. Үйіңіз сонда жартылай өртенген, не? Бірақ толық өртенбеген? Да, толық өртенбеген, оған көмек болмайды дейді. Анау қора, монша, гараж, машина бәрі жанып кетті. Содан да бәрі өздерін істеп тұра беріңдер дейді. Мұнда енді қалай тұрасың? 9 үй ғана қалды. Әкімшілік қызметкерлері бұл жандарға көмек пен қолдау көрсетілетінін айтты. Облыстағы өрттен зардап шеккендерге түкпір-түкпірден материалдық көмек келіп жатыр. Бұл жерде қайырымдылық акциясы өтіп жатыр. Өрттен зардап шеккен тұрғындар осы жерге келіп, қажеттілігін қамтамасыз етеді. Міне бұл бір отбасыға жиналған азық-түлік. Бұл жерде жұмыртқа, картоп, пияз, ішінде міне орам жапырақ, тұз, тәттілер бар. Вы можете показать руки? Вот руки. Міне, ауылдың жігіттері осылай барлығын бірлесіп өрт сөндіруге көмектескен. Сіздің үйіңіз өртен кетті толық, е? Да. Гараж. Саған ештеңкесі қалмапты ғой, е? Сол газ станциясы тұрған жер. Сол жердің қызметкерлерінен сұрадым және. Олар айтады, өрт басталды, біз көрдік, үйлер өртеніп жатты. Ең бірінші сол жерді айналасын тазарттық дейді. Айналасын тазартуға біраз уақыт кетті. Одан кейін техникаларымыздың барлығын алып шықтық. Содан кейін барып қана өрт сөндірушілер келді дейді. Енді сіз бірінші өрттің аумағына мән беріңіз. 43 000 гектар деген бұрын соңды болып көрмеген өт. Түсінікті бір ғана осы жердің өрт сөндірушілер бұл жерге жетпейтін. Сол үшін төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин арнайы штабтан мынандай шешім қабылдады. Осы маңайдағы облыстардың техникасын тарттық. Оған қоса мен сізге нақтылап түсіндіріп айта кетейін. Бұл жерде қазір 6 тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Төбеден, әуеден су шашады. Одан кейін одан бөлек 4 өрт сөндіру пойызы жұмыс істеп жатыр. Қарағанды, Нұр-Сұлтан, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе өңірлерінен қосымша күштер мен құралдар тартылды. Дұрыс айтасыз, мен түсініп тұрмын. Әрине, бірінші орман өрттегі сол жаққа жұмылдырылып кетті дейсіз ғой, бірақ адамдардың өмірі маңызды ғой. Мына жақта қарап тұрсақ, үйлер толықтай өрттен кеткен, енді дуалдар мен қабырғалар ғана аман тұр да мына жерде. Арнайы өрт сөндірудің өзінің алгоритмі бар. Сол бойынша өрт сөндіру жұмыстары жүргізілді. Демек, өрт сөндірушілерде ешқандай мін жоқ. Мін жоқ. 96 үй өртенде, 96 үйдің жағдайы міне тура осындай. Бірақ сол жердегі адамдардың барлығы қауіпсіз жерге көшірілді деп айтты. Сосын мен мектептерге бардым. Қауіпсіз жерде көшірілген. Бірақ ол жерде мына 96 үйдің отбасы жоқ. Қайда олар қазір? Жалпы негізінен 2 эвакуациялық пункт ашылды. Ол Әулиекөл орта мектебі және Әулиекөл мектеп интернаты. Ол жерде бірінші кезекте жаңағы 96 үйдің адамдарының барлығы апарылған болатын, екіге бөлініп. Одан кейін ішіп жем, тамақ, жатын орындары ұйымдастырылды. Одан кейін кейбір өңірлерде үйлер аман қалған үйлердің адамдары өз үйлеріне қайтып оралды. Кейбіреулері эвакуациялық пункттерден бас тартып туған туысқандарының үйіне барды. Ал үйлері толығымен өртеніп кетіп, баратын жерлері жоқ адамдар сол эвакуациялық пункттерде. Түсінікті, жақсы. Түсінікті жауап беріңізге рахмет. Естіп қалдым, кешіріңіз, мен хабар телеарнасынан едім, журналист. Сіздің 7 балаңыз бар, е? 7 балаңыз, 4 балаңыз. Ау? 4 балаңыз. 4 балаңыз бар, е? Отбасыларыңызда 7 адам. Отбасыларыңызда 7 адам. Сіздің несиеңіз бар, е?
Ол несие кешіріледі ғой, аға? Енді қазір уақытта осы аудан әкімшілігімен арнайы штаб негізінде бұл список тізімінде бар, зардап шеккен. Сол негізде бұл кісілердің жаңа тізімін алып жатырмыз. Қай банкте қандай кредиті бар, ол тұрмыстық зат па, ақшалай несие ме? Яғни бізге берген ақпарат бойынша 1,5 миллионда несиесі бар екен. Соны 1 миллион теңгені банк өтеп береді деп жатыр. Осындай әкімшілік тарапынан жаңа оқу құралдарын, киім-кешегін бердік. Сондай-ақ балаларды лагерьге жібереді. Оқу құрал барлығы қазір келіп жетті, соның барын табыстап жатырмыз. Бұл кісінің енді 4 баласы бар, бірақ 4 баласын сабаққа баратындары да бар ғой, Сабаққа баратындары барады, Ол балалар қазір уақытта тез арада осы санаулы күнде лагерьге жасақталып жібереді. Келісім берсе анасы, сол жерден оқуын жалғастырады. Сіз келісім бересіз ғой, лагерьде оқуына? Өрттен кейінгі қарбалас осы. Уәделер берілді, енді соның толық орындалуын күтеміз.